Three, two, one. Осы апта дәйек сөзін білеміз, барлығымыз адал азамат бағдарламасы бойынша өнерді балалар өрге жүзеді. Осы дәйек сөзге байланысты айтарым, жалпы балалар біздер ел арасында мынадай сөз бар екен: бір тіл білсең бір адамсың, екі тіл білсең екі адамсың дейді. Яғни біз өзге жаңағы халықтың тілін білу арқылы ол халықтың мәдениетін, салтын, әдет-ғұрпын, дінін танып біле алады екенбіз. Ұлы ғалым Әл-Фараби бабамыз өзі 70-ке жуық тіл білген екен. Ал қазақтан шыққан тұңғыш географ Шоқан Уәлиханұлы, Шыңғысұлы Уәлиханов жалпы өзі айтады ғой, жеті жұрттың тілін білетін хан тұқымынан шыққан деп. Шоқан да негізі араб, парсы, шағатай, орыс тілдерін өте жетік білген екен. Олай болса балалар, ең бірінші өзіміз барлығымыз бір-бірімен психология арқылы отырып алайық, және ортаға екі шеңберде тұра қалайық. Мына 5 бала ішкі шеңбер, 6 бала тезделіп сыртқы шеңбер отыра қаламыз. Жалпы балалар, біз қазір халықта ресми тілде қалай амандасамыз бір-бірімізбен? Сәлеметсізге деп амандасамыз, ал дәстүр бойынша қазақ халқы қалай амандасамыз екен? Оң қолын жаңа кеуде үстіне қойып, ассалаумағалейкум деп бір-бірімен амандасқан. Жақсы, бір-бірімен айлануларына болады, шеңбер айланды. Келесі, жапондықтар канишива деп бір-бірін көргенде иіліп амандасады екен, бір-біріне. Канишива. Жақсы, қараңыз, қызыл қалапсап алғанымызға қызыл тұсқа келеміз, қызылдар толы, көк қалапсап алғанымыз, көк тұсқа келеміз. Енді бұлай, көптен шықтыңдар ғой, бірінші бала оқиды, соны жауап бергенде басасында жаңа жауабын. Сол кезде артқа барып тұрақта келесі бала. Ал егер ол бала жауап бере алмағанса, көп көмектесесіздер. Түсініп ма? Көп жауап бересіздер. Бірінші бала. Ең көп тарағын сөйтіп болып баса. Мен бірінші баса ғой. Жақсы. Артқа барса. Әлемде ең көп ана тілі ретінде қолданылады. Сонымен қай тобымызге жеңістер? Көктер тобы жеңіске жетті. Андағы қалапсақ сендерге көктер тобына үшін көп сыйлаймыз. Жаңа тақырып ашамыз балалар. Қараңдар, бүгінгі жаңағы сабақтың тақырыбы мына жолақтардың ішінде жасырылған. Мектептегі әдісі арқылы және астында белгілер берілген. Қараймыз, мына жерде қандай сөз жазылып тұр? Тез айтып жіберейінші, көріп тұрсыздар. Дүние жүзі халқының қандай? Діни дұрыс? Қандай сөз тұр тағы? Құрамы. Соны бүгінгі тақырып бала кетті. Мынау не белгілер? Діндер белгілері. Яғни бүгінгі сабақы сонда дүние жүзі халқының діни құрамы екен. Бүгін мақсат бала сабақта біз сендермен әлемдік діндердің жалпы таралу аймақтарын топтастыруымыз керек. Содан жалпы дүниежүзі халқы діндердің түрлері бойынша топтастыруымыз керек екен. Жақсы. Енді қазір енді жаңа топқа бөлеміз балалар. Топ бойынша мына жаққа отырамыз. Бұл жаңағы дүниежүзілік діндер тобы болады. Екінші топ алғанда аймақтық діндер болады. Мына жаққа отырамыз. Ойға қай топ екен? Жақсы отырады. Екінші топ İslam dininin bunu sürdüğü vaktinde, Hızlıcazımızın 7. asırında Arabia Tenizi'ne tarla bastı. 1. asırda payda olup, bütün Civorda Tenizi'ne taraldı. 3 asırdan keyin Rim imperiyasında memleketlik dinge ayналды. 6. asırdan soň Европада басты din boldy. 1054 жылы христиан дini 2 негізгі бағыт православие және католицизмге қыдырады. Екінші бағыттан кейініректе протестантизм болып бөлініп шықты. Бұлар христиандықтың негізгі 3 тармағы. Христиандардың қасиетті кітабы Библия, дұға қылу орны шіркеу, собор. Буддизм дүниежүзінде кеңінен таралған бізді 3 дін тұрады. Біздің заманымыздан Biz 6. ғасырларда Үндістанның Гуру Бихар штатында пайда болды. Буддизмнің негізін салушы Сиддхартха Гаутама деп есептеледі.
aytishini budizm. Yaxshi. Endi bu dinlardan boshqa tag'da жаңағы жалпы dinlar көптеген бағыттарға бөлінеді екен. Оның ішінде айтамын мен. Қараңызшы балалар, негізгі жалпы балалар бір түсінуге алайықшы. Дін дегеніміз не? Кім қалай түсінеді? Дін деген не? Қандай да бір жоғары күштерге сенімі, нанымы ет, былайша айтқанда қоғамдық сананың бір түрі дін дегеніміз. Дін негізі балалар мемлекетке өте қатты ықпал етеді. Оның экономикалық, әлеуметтік, тұрмыстық, жалпы демографиялық, барлық этникалық үдерістердің барлығына діннің ықпалы өте зор екен. Діннің негізгі бағыттары қараймыз не? Дүниежүзілік діндер, аймақтық діндер деп бөлінеді. Дүниежүзілік діндерге христиан, ислам, буддизм негізгі үш дін жатады. Олар өз кезегінде неге бөлінеді екен балалар? Әртүрлі бағыттары христиан, католицизм, протестантизм, православие бағытына. Ислам, сунниттер, шииттер деп бөлінеді. Ал буддизм, синаяна, махаяна, ламаизм деп бағыттарға бөлінеді. Енді келесі топ ол аймақтық діндер дейміз. Аймақтық діндерді локальдық немесе ұлттық діндер деп те атайды екенбіз. Ұлттық діндер иудаизм, индуизм, зороастризм, сикхизм, даосизм, синтоизм, конфуциишілдік және джайнизм діндері екенбіз. Жақсы. Мына діндердің таралуы бойынша жер жүзінде қанша адам дінге табынады? Дүние жүзінде жалпы түсінік бойынша христиандан 2 миллиардтан астам адам ұстанады екен, ислам дінін 1 миллиардтан астам адам ұстанады екен, ал будда діні 360 миллионнан астам адам ұстанады. Ал 900 миллион адам өздерін атеистер деп санайды. Атеистер деген білеміз бе балалар кім екенін? Атеистер өз құдайға сенбейтін, құдайды жоқ деп есептейтін адамдарды атеистер деп атайды. Мына жерде мен сендерге суреттер беріп, өздеріңе керегін таңдап, мына антестерді жапсырасыңдар да, содан кейін келіп қорғайсыңдар. Делегациясы. Біз Шығыс Азиядағы Жапония елінен біздің елде синтоизм діні кең таралған. Бұл ұлттық біздің заманымыздан бірінші мыңжылдықта қалыптасты. Құдайлары ками деп аталады. Ол тек біздің елге тән негізгі сенімі табиғат рухтарына ками табыну қасиетті орындары. Исе ғибадатханасы Фудзи жаңартуы. Жаңартуы, жаңартуы. Еврей халқымен тарихи және мәдени тұрғыдан тығыз байланысты. Иерусалим қаласы біздің дініміз үшін қасиетті орын болып саналады. Жақсы, мына жерде сендер қайдан не үшін алдыңдар ана суреттерді? Түсіндіріңдерші, қандай тулар, қай мемлекеттен тулар? Үндістан, Жапония, Израиль. Жаңа атаған мемлекеттерге соған байланысты діни. Одан кейін бір-біріңді білім класс бойынша бағалайсыздар. Білім классқа баға қоясыздар. Ең соңында мен сендерді өздеріңді мына жерге бағалаймыз, иә? Жақсы. Делегациясы біз Еуропа құрлығында орналасқан Италия еліне келдік. Біздің елде христиан діні басым. Бізге дейін 1-ші ғасырда Палестинада пайда болды. Негізін қалаушы Иса Масих, Иисус Христос. Бұл әлемдік дін. Христиандардың қасиетті кітабы Библия, Інжіл. Дұға қылу орны шіркеу, собор. Біз оңтүстік шығыс Азиядағы Таиланд елінен келдік. Біздің елде буддизм діні басым. Буддизм әлемдік дін. Бұл дін ежелгі Үндістаннан таралып, оңтүстік шығыс Азияда кең жайылған. Храм буддистердің құлшылық жасайтын орны. Біздің елде көптеген буддистік храмдар бар және діни мерекелер кеңінен аталып өтеді. Жақсы, ана суреттерді айтып жүрдер, мен үшін таңдадыңыз, қай Сауд Арабияда көбінесе адамдар мұсылман қолданады. Бұл Таиланд пен Үндістан бұл жақта көбінесе буддизм. Баларынан дұрыстап, анықтығына глоссариймен таза жұмыс жасаймыз. Анықтамасын дұрыстапсаңдар глоссарийді, мынау дұрыстап тұрып жабылады, ең соңғылап сөзді оқисыздар. Сендерге тарсы әдісіз, бұлда глоссарий бойынша жұмыс, е? Қазір жабыстырасыңдар да, мына жерде жаңа құрайсыңдар таксия. Болдар ма? Жақсы, алып келе қойыңдар. Екінші топ болдар ма? адамдардың жоғары күштер және Құдай бар деп сенімі оларға табылды. Жабамыз дұрыс.
тылсым күштерге сену және белгілі бір әлемдік әрекет арқылы болу арқылы оларға жүгіру. Тотемизм Жақсы, тотемизм. Тотемизм қайсы? Адам қандай да бір жануардан өсімдіктен пайда болып сену және оларға табыну. Дұрыс. анимизм Аруақтарға, тылсым күштерге, табиғат күшіне сену және шаман арқылы оларға жүгіру. Жақсы. фетишизм Құдайдың бар екеніне сенген жоғары тылсым күштердің бар екеніне сенбейтін. Ал, сөзіден жарайсың. Жақсы отырамыз. Жарайсыңдар. Келесі топ. Мұсылмандардың қасиетті кітабын оқығанбыз. Таурат, индуизмнің қасиетті кітабы. Жақсы. Ислам дінінің бағыты суннизм. Суннизм, иә? Сонда сендердің таңсияның ұлттық тілдер топтысыздар ғой? Келеміз. Екі жұп шығуларға болады. Сәйкес келдіңіз, сіз келеміз. Тауапсызым Қытай дейді. Жақсы. Ана кішкене жылжып. Екі Қытай. Жапонияда Синтеизм дұрыс. Стартты басамыз. Ал енді мына жерде балалар діни белгілер берілген, иә? Бір анықтамамен. Соны тез сәйкестендіріп жібереді, иә? Белгілер. Жақсы. Апа? Ал енді басамыз астына. Тексереге өздерін экраны жаппаймыз, қане отырамыз. Басамыз. Үш қатемет, жаңағы үш дұрыс жауап екен. Қай жерде біз діндердің таралуын сендермен анықтап беруіміз керек, е? Мына жерде белгілер бар, ислам, христиан діндер. Осыны мына картаға орналастырасыңдар да қысқаша түсініктеме бересіздер, е? Мынау бізден қай материк? Е? Солтүстік Америка материк. Ал онда қандай дін таралған? Қарап жүріңіз, мынаны қайсысын сәйкестендіреді? Қойыңдар. Соны апарыңдар. Басқаңдар, басқашы болды сонда. Кетті, келесі басамыз, сәңір баса ғой. Ол қайсысы? Қандай дін таралған бұл жерлерде? Христиан қойыңдар, келесі? Қандай дін? ислам діні. Ислам дұрыс, жақсы, келесі таралу. Австралия христиан діні таралған. Үндістанда буддизм. Буддизм. Россияда христиан. Білесіздер, осы ай бізде жалпы бізде қазақта қандай дін ұстанады? Ислам. Мұсылманбыз, е? Сондықтан да біз неме бізде қасиетті Рамазан айы келіп жетті, е? Ораза тұтқан жандардың оразасы қабыл болсын демекпіз, е? Жақсы, үйге тапсырма, сендерде параграф 47-48